Роза Мұқанова 1964 жылы 14 қазанда Шығыс Қазақстан облысы Үржар ауданы Көлденең ауылында дүниеге келген. 1987 жылы Қазақ мемлекеттік университетінің журналистика факультетін тәмамдады. Роза Мұқанованың «Мәңгілік бала бейне» атты әңгімесін баяндап берейін. Мәңгілік бала бейне күллі қазақ жұртының ауыр қайғысы мен мұңын жамылған шығарма. Ядролық сынақтардың зардабынан мүгедек болған Ләйлә қыздың өмірі сипатталады. Оның туған жері Қарауылдың ащы болмысы мен әлеуметтік жай-күйі бейнеленеді. Шығарма авторы Роза Мұқанованың айтуы бойынша, Ләйлә бейнесі өмірден алынған. Ол Семей полигонының құрбаны болған жан. Бір күні Семей өлкесінде туылып, суреттері қойылған фотокөрмені аралап жүрді. Қасірет пен мұңға толы аналар мен балалар бейнесінің арасынан Роза Мұқанованың назары бір кішкентай қыздың суретіне түседі. Шамамен 5-6 жастағы бүлдіршін. Көзінен үлкен қасіретті көруге болатындай. Суретке жақындай бергенде жазушы енділік оның жасы 14-те деген астындағы жазуды оқиды. Түр әлпеті жас баладай алаяқ қолы өскен қыз жүзі мәңгілік бала бейнені сақтап қалған. Мүгедек қыздың жанары қатты әсер еткені соншалықты Роза Мұқанова үлкен шығарманы дүниеге әкелді. Ләйләнің денесі кем болса да, оның жүрегі кен. Ләйлә жаны таза, көкірегі көркемдікке құштар жан. Ол атомның әсерінен емес, адам баласының ісінен өз өмірімен қоштасады. Қоғамның лас әрекетіне шыдамаған Ләйләмен бірге оның қарауылы, рухы, ұлты өледі. Талай көрерменнің көңілін босатып, жүрегін жылатқан мәңгілік бала бейне драмалық хикаяты бұл күнде театрдан да, кинематография саласынан да орын алды.